Бүгін сіздерді музейдегі ерекше жәдігерлердің бірімен таныстыратын боламын. Бұл Каспий теңізінің солтүстік және шығыс жағалауын мекендеген көне көшпенділерден қалған құнды мұра. Алдарыңызда 9-11 ғасырларға жататын күміс әшекейлі қыздың жәдігерлері. Бұл жәдігер Атырау облысы Қызылқоға ауданында, нақтырақ айтсақ, Миялы ауылынан солтүстік батысқа қарай 6 шақырым жерде жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары кезінде анықталған. Археологтар көне қорғанның үстіңгі бөлігінен күміс әшекейлі қыздың сүйегін және оған қоса аттың бас сүйегі мен жылқы әбзелдерін тапты. Ерекшелігі, жылқының әбзелдерінің барлығы күміспен безендірілген. Жылқы сол заманның байлығы, мәртебесі, еркіндіктің белгісі болғаны сөзсіз. Қыздың үстінен табылған күміс сырғалар, бойтұмар, белдік әшекейлер, сондай-ақ темір қайшы мен пышақ ол әйел адамның сол қоғамдағы ерекше орны болғанын дәлелдейді. Көшпенділер өмірінде әйел заты тек отбасының ұйытқысы емес, қоғамдағы маңызды тұлға болып саналған. Қазір сіз музей экспозициясынан осы күміс әшекейлерді, бойтұмарды, қыздың сырғасын, белдік жапсырмаларын, ат әбзелдерін, қайшы мен пышақты көре аласыз. Әр затта біздің өткеніміздің, бабаларымыздың қолтаңбасы жатыр. Қазір осы жәдігерлер облыстық тарихи өлкетану музейінде сақтаулы.